Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен осындай шоколадты трюфель тортының рецептімен бөлісемін. Егер сіздер шоколадты қатты жақсы көретін болсаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Шоколадты трюфельный дәмді торт шығады. Ол үшін біз ең алдымен сухой ингредиенттерімізді араластырып алуымыз қажет. Ол үшін бізге ұн, крахмал, какао, қопсытқыш және ванилин қажет. Барлығын бір ыдысымызға салып, жақсылап араластырып қоямыз. Себебі біз бұл сухой ингредиенттерімізді ең соңынан қосатын боламыз. Бөлек ыдысымызда жұмыртқа мен шекерді миксермен араластырып аламыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ, 2-3 минут қана араластырсаңыздар жеткілікті. Міне осылай көпіршіп, кішкене көбейеді. Енді үстіне сүт және ерітілген сармайымызды құямыз. Сүт бөлме температурасында болуы қажет. Ерітілген сармайымыз да бөлме температурасында суыған болуы қажет. Ыстықтай құюға болмайды. Миксермен тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне ұнымызды салуымыз қажет. Ұнды осылай 2 бөлікке бөліп, електің көмегімен салып аламыз. Миксермен араластырудың қажеті жоқ, осылай венчикпен араластыруға болады. Енді үстіне қалған екінші бөлік ұнымызды салып аламыз. Міндетті түрде осылай електің көмегімен салып алыңыздар. Өйткені осылай мендегідей какаоның түйіршіктері қалып кетуі мүмкін. Сол себептен елекпен өткіземіз. Сонда бір келкі болып араласады. Жақсылап араластырып алдық. Енді бұны формаға құюымыз қажет. Мен осындай жүрек пішінді формада пісіретін боламын. Формаға пергамент қағаз төсеп аламыз. Тестамыздың барлығын бірден осылай құямыз. Шеттерін кішкене тегістейміз. Біздің коржымыз бір тегіс болып пісуі қажет. Енді бұны қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Міне, коржымыз пісіп шықты, енді суытуымыз қажет. Оған дейін кремімізге кірісеміз. Ыдысымызға жұмыртқамызды жарып саламыз, үстіне шекерімізді салып, араластырып аламыз. Біздің шекеріміз кішкене еруі қажет. Жұмыртқамен бірігіп, шекеріміз кішкене ерді. Енді үстіне крахмалымызды саламыз. Тағы да кішкене араластырамыз. Толықтай араластырудың қажеті жоқ. Үстіне сүтті құйып, тағы да араластыратын боламыз. Сүттің ыстық я жылы болуы маңызды емес, өйткені біз бұл массаны қазір отқа қоятын боламыз. Бізде қайнатпа крем шығуы қажет. Орташа отта үнемі араластырып отырып, кремімізді дайындаймыз.
Міне отқа қойдық, үнемі араластырып отырыңыздар. Түбі жабысып, арасында комоктар болып қалмауы керек. Сол себептен үнемі араластырып отырыңыздар. Біздің массамыз толықтай қоюлануы қажет. Міне осындай болып қоюланады. Енді оттан аламыз. Оттан алып, тағы да кішкене араластырып осылай суытуымыз қажет. Ол үшін пищевой пленкамен бетін жауып, толықтай жабамыз. Бетін пищевой пленкамен осылай тиіп тұруы қажет кремге. Енді тоңазытқышта суытсаңыздар да болады. Енді бізде шоколад пен сармай қалды. Шоколадты ерітіп алуымыз қажет. Ол үшін водяной баняда немесе микроволновкада ерітсеңіздер де болады. Еріген шоколадымызды кішкене суытамыз. Сармайды бөлек ыдыста миксермен біркелкі етіп араластырып аламыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Тек біздің сармаймыз біркелкі болуы қажет. Енді үстіне суыған қайнатпа кремді осылай 2-3 ас қасықтан салап отырып, миксермен араластырамыз. Барлығын бірден қосып жіберуге болмайды. Осылай 2-3 бөлікке бөліп, салып миксерлеп аламыз. Сонда біздің креміміз өте үлпілдек, нәзік болып шығады, және қою болып шығады. Не қалған барлық қайнатпа массамды салып аламын осылай. Енді миксермен жақсылап араластырамыз. Осындай қою крем болып шығады. Үстіне ерітілген шоколадты құямыз. Шоколадымыз міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Ыстықтай құюға болмайды. Тағы да миксермен жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Біздің шоколадымыз толықтай араласты. Енді корждарымызды бірдей етіп 2 бөлікке бөліп аламыз осылай. Және бізге тек тортты жинау ғана қалды. Мен тортты жинағанды толықтай видеоға түсірдім. Ар жағын енді видеодан қарап, дәл осылай жинасаңыздар болады. Кремнің азғантай бөлігін бетін әсемдеуге, гүл жасауға алып қалсаңыздар болады. Қалған бөлігін бірдей етіп 2-ге бөліп, жартысын осылай 2 корждың арасына, қалғанын бетін толықтай тегістеуге жұмсаймыз. Дәл осы рецепт бойынша жасасаңыздар, бұл крем өте нәзік болып шығады, және дәмі тура бір шоколадты балмұздақтың дәміне ұқсас болып келеді. Жеңіл кремдердің бірі болып шығады. Мүлде майлы емес, сол себептен осылай мол қоса берсеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауларыңызбен әртүрлі етіп әсемдесеңіздер болады үстін.
Мен бетіне гүл жасап шығамын осылай. Міндетті түрде жасап көріңіздер, нағыз шоколадты торт болып шығады. Үстіне осылай какао сеуіп қоюға да болады. Міне, менің трюфельный тортым осындай болып шықты. Тоңазытқышқа 1 сағатқа 2 сағатқа қойып алсаңыздар да болады, немесе дереу кесіп жей беруге де болады. Өйткені бұл корж өте нәзік, әрі кремі де сондай нәзік, жұмсақ болып шығады. Егер сіздер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк қойып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлзира, барлықтарыңызға рахмет.